әңгімені маған бір жазылушым айтты. Айтуынша, бұл оқиға оның ауылында болған екен. Бір түні үйде жалғыз қалыпты. Әжесі бұрын түнде шай ішсең дастарханды бос қалдырма дейді. Бірақ ол сол түні ұмытып кетіпті. Шайды құйып, алдына қойып, өзі теледидар көріп отырып ұйықтап қалыпты. Таңертең тұрса, кесе бос. Қасында бір дымқыл ізі қалыпты. Бәлкім өзім ішкен шығармын деп ойлапты да, бермей кетіпті. Келесі түні тағы солай болған. Бірақ бұл жолы кесе орнында емес, дастарханның арғы жағында тұр екен. Үшінші түні ол арнайы қарап отырыпты. Сағат түнгі 2-ге таяғанда есік өзінен өзі сықырлап ашылып, біреу жай ғана орындыққа отырғандай болды. Ешкім көрінбейді, бірақ кесе жай жылжып шай төгілген. Сол түні ол ауылдан кетіп қалған. Әжем бекер айтпаған екен деп жазып жіберіпті маған. Содан бері ол үй бос тұр. Бірақ бір айдан кейін үй түгел өртеніп кетті. Өрт сөндірілген соң көршілер айтты. Дастарханның үстінде 2 кесе сол күйі тұр екен. Бірінде шайдың ізі, екіншісінде жанған қолдың белгісі.